саламатсыңдар ма, балалар? Саламатсыздар. Кәнекей дирижерлау әдісімен бәріміз амандасамыз. Келісеміз ба? Кәнекей қол көтереміз. 1, 2, 3. До, ми, сол. Дауыс шығарамыз. До, ми, сол. Жақсы, тамаша отырыңдар. Бүгін сынып түгел ма? Кім жоқ? Бүгін сынып түгел ма? Ансар келмеді ма? Келмеді ма? Жақсы, балалар. Алдыңғы сабақта балалар біз не туралы өттік? Отбасылық ертегі туралы тақырып өттік. Кәні не істеу керек еді? Есімізде не қалды? Еске түсірейікші, суретке қараңдар. Суретке қарап отырып біз нені көріп отырмыз? Кәнекей балалар? Отбасы көріп отырмыз және біз тағы не туралы өттік? Түйе. Бұл жануар туралы не айтылып еді? Қандай ән айтылып еді? Түйемін, жануармын, түйемін, зар бойыма, жол басына иемін деп. Қане осыны әуендетіп айтып көрейікші? Есіңізге түсті ма? Айтайықшы. Түйемін, жануармын, киемін, кім таласар бойыма, жыл басына иемін. Дыбысы қандай болды? Түйенің дыбысы қандай болды? Қандай болды? Жуан болды. Әрине, еске түсті ма? Ендеше екінші суретке қарайық кәнекей. Тағы да жолдасы болғысы келген кім еді? Ал мына жерде? Қошақанда таласпап еді, е? Қошақанда не деді? Қошақанда не деді? Мен де жолбасы болғым келеді деді, е? Қошақанның әнін кім айтып береді маған? Кән, қарайықшы, еске түсірейік. Кім айтады? Кім айтады? Кім еске түсірді? Қошақанның әні есімізге түсті ма? Кән, бірге айтайықшы. Қошақаным қойдым, жайылымнан тойдым, жолбасы болуға келдім ойым. Еске түсті ма? Дыбысы қандай? Қошақанның дыбысы қандай болды? Жіңішке болды. Ал түйенің? Жуан болды. Тамаша балалар. Сабақты бастамас бұрын сендерге мен мотивация беремін. Кәнекей бәріміз басымызды сипалаймыз. Басымызды сипаймыз. Не үшін? Қалай ойлайсыңдар? Не үшін? Жақсы ойлану үшін. Құлағымызды сипаймыз. Не үшін? Жақсы есту үшін. Көзімізді сипаймыз. Не үшін? Жақсы көру үшін. Ағамызды сипаймыз. Не үшін? Жақсы болу үшін. Және бәріміз осының бәрін қосқан кезде жақсы баға алу үшін, көңіл күйімізді көтеріп, не істейміз? Бүгін сабаққа жақсы белсенді ат салсамыз. Жарай ма? Қанша уақыт? Ал балалар, мына суретке қарап отырып, не көріп тұрсыңдар? Балаларды көріп тұрмыз, және достарды көріп тұрмыз. Сендер дос туралы білесіңдер ма? Кәнекей дос туралы не айта аламыз? Өлеңдер бар екен. Және дос туралы не біледі екенбіз? Дос дегеніміз кім? Тақпақтар бар екен, дұрыс айтасыңдар. Әндер бар, дұрыс айтасыңдар. Достық туралы не білеміз тағы? Дос дегеніміз кім? Дос дегеніміз кім? Сендер досыңдар ма? Бірге ойнайсыңдар. Тамаша, қандай керемет. Бір-бірлерін сағынасыңдар ма күн
келесі суретке қарайықшы балалар. Ал балалар, келесі суретке қарайтын болсақ, бұл жерде не көріп тұрмыз? Балалар. Қандай балалар? Қазақ. Ұлттар, түрлі ұлттардың балаларын көріп тұрмыз, иә? Тамаша, тағы да? Мінекей біздің кітаптарымызда өзбек, орыс, қырғыз, неміс. Қарап отырсаңыздар, бізде Қазақстанда 140-тан аса ұлттар өкілдері тұрады екен. Бәріміз осылай кең байтақ елімізде тату тәтті өмір сүріп жатырмыз, иә балалар? Қазақстан қандай өркениетті, мәдениетті, мына ұлттар достығын насихаттайтын керемет ел болып табылады. Солай ғой, иә? Жақсы. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы менің достарым. Жаңа сендер өздерің таптыңдар, иә? Бүгінгі сабағымыз не туралы деп едік? Достық туралы. Дос туралы екен, иә? Мақсатымыз бүгінгі негізгі музыкалық ұғымдарды үйренеді екенбіз, және ән айтуда оның сипатына, және ән айту ережелеріне сәйкес осындай орындауларды үйренеді екенбіз, және әнді орындау барысында негізгі дирижерлік қимылдарды түсінуді үйренеді екенбіз, және сонымен қоса динамикалық белгілерді ажыратуды үйренеді екенбіз. Түсінікті ғой? Бүгін біздің сабақта біз не істеп білуіміз керек екен? Оқушылар әнді тыңдауды үйрену керек екен. Біз әнді тыңдай аламыз ғой, иә? Тыңдай аламыз. Әннің мағынасын түсінеді екенбіз. Әннің мағынасы не туралы? Сөзіне мән береді екенбіз. Әнді музыкаға ілесіп орындайды екенбіз. Және жаңада айттым, иә? Фортепиано деген жаңа ұғыммен танысамыз. Өте қатты жай деген ұғымды білдіреді екен, иә? Және ре мен фа нотасын бес сызықтың бойында орналасуды, сызуды үйренеді екенбіз. Нота сызбасында белгілеуді үйренеді екенбіз. Және дос туралы өзіміздің пікірімізді айтып, бір-бірімізге достық сезімімізді сыйлайды екенбіздің ұраны, балалар. Достық артынан қымбат. Мақтаған әнді қайталайды, иә? Ортақ мекенде жарық, төбемізде бір аспан. Ортақ мекенде жарық, төбемізде бір аспан. Достығымыздың бағасы, достығымыз жарасқан. Барлығымыздың баласы, достығымыз жарасқан. Балалар, қазірде мынадай жұмбақтарды ұсынамын. Осыны шешсеңде, онда бір сөз шал. Әнекей қарайшы. Сол аяқпен оң аяқ кезек оны тебеді. Ол тынымсыз домалап, зыр жүгіре береді. Бірінші әрбін аламыз, иә? Доқтың бірінші әрбі қандай болды? Д. Әжем көрпе тігеді, бетіне өрнек салады. Ол не? Ол не? Ою, дұрыс айтасың, иә? Бірінші әрбін алдық. Қандай әрбін болды? Д. О. До. Енді келесі. Сырт етеді, уақыт өтеді. Сағат. Бірінші әрбін алдық. Сонда қандай әрбін алды? С. Үшеуін қосқанда қандай әріп шықты? Д. О. С. Дос деген шыққан екен, иә? Жақсы. Балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымызға байланысты біз жаңа сіздерге айттым, иә? Динамикалық белгілер туралы өтеміз дедік. Динамикалық белгілер ол музыкалық әуенді, мәнерлі орындауға болады. Мысалы, қатты орындауға болады, иә? Әнді, музыканы ақырын, біртіндеп қатты, біртіндеп ақырын орындауға болады екен. Оны арнаулы таңбалармен біз белгілейді екенбіз, балалар. Ол мына Ф, форте және пиано деген
екі сөзді бүгін біз ажыратып білуіміз керек екен, иә? Қараңыздар. Осы белгіні бізде көрген кезде біздер қатты айтуымыз керек екен, қатты орындауымыз керек екен. Ноталар жазылымында егер музыканттар осындай белгілерді көрген кезде сол жерді қатты орындайды екен, ойнайды екен. Немесе пиано белгісін көрген кезде не істейді екен? Жай айтады екен, немесе жай орындайды екен. Динамикалық белгілер музыкалық дыбыс күштерін азайту немесе күшейту дәрежесін көрсетеді екен. Мына жерде қарап отқандай, мінекей жазылу таңбасы осылай белгіленеді екен, ал мағынасы қатты, күшті дегеніміз ол форте, пиано ақырын, жай деген мағынаны білдіреді екен. Ноталар осылай белгіленеді екен, балалар. Енді ноталар бес сызықтың бойында жазылады екен. Және бес сызық төменнен жоғары қарай не істейді екен? Белгіленеді екен, саналады екен. 1, 2, 3, 4, 5. Алтыншы сызық болмайды екен. Тек қана бес сызық болады екен. Сызықтарды төменнен бастап санаймыз. Ноталардың атын айыру үшін ең бірінші мына нотаның алдына мына жерге скрипка кілтін орналастырады екен. Бұл кілт соль кілті немесе скрипка кілті деп аталады екен. Бұл яғни қандай дыбыста ноталар орындалады, соны ажырату үшін осындай белгіні біз бірінші, мына екінші сызықтың бойынан бастап орналастырады екенбіз. Яғни орта регистрдегі және жоғары регистрдегі дыбыстарды бейнелеп көрсететін кілт белгісі болып табылады. Балалар, қазір скрипка кілтін біз нота сызбасына, бес сызықтың бойына орналастыруды үйренеміз. Сызамыз, жарай ма? Қазір сіздерге осындай парақ таратамын. Осы параққа дәл осылай сызып маған бересіздер. Мінекей. Сыза берейін бе? Мінекей. Мама берем. Біреулерден сіздің бар. Қайтпейді, сөйте. Қапи болдым. Тұра берсін, қағаздарды алып барып. Енді мұнаны жазамыз ба? Мен айтымнан болмады. Мінекей бұлай саламыз, дұрыстап. Жаңа біз скрипка кілтін екінші сызықтың бойынан бастадық, жаңа сыздық, қалай сыздық? Бұлай екінші сызықтан бастап, не істедік? Сыздық, енді қараңыздар, ре нотасы орналасады екен. Жаңа мен сіздерге қағаз тараттым. Қараңдаршы, дұрыс сыздыңдар ма? Кән көрейікші. Мінекей, сызықты, міне ре нотасы өте тамаша, дұрыс орындапты. Тамаша. Жақсы орындапты. Мына жерде сәл-сәл қате кетті, қате кетті. Ал бұлай бастағаны дұрыс. Келесі, фа нотасында дұрыс орналастырдыңдар ма, балалар? Фа нотасында мына қараңдаршы, қандай тамаша орындаған, өте дұрыс орындапты. Мінекей, кейбір оқушыларда сәл-сәл қате болып тұр. Ал бірақ көрейік. Ой, тамаша, мінекей тура бір әдемі жазыпты, бірақ сәл-пәл кішкене қателіктер бар екен. Мұқият қараймыз. Яғни нота сызбасында қай жерде, қай сызықта орналасқанын жаттап алуымыз керек екен. Қанекей? Жақсы. Бірақ бір жерінде қате бар екен, кән жөндейміз, мен саған көрсетемін. Жақсы. Балалар, қазір ән айтпас бұрын дауыс ашу жаттығуларын жасап алайық. Қазір біз до мажор гаммасын бәріміз бірге орындаймыз. Ал кәнекей тұра қоямыз бәріміз. Дауысты шығарып айтамыз, жарай ма?
қол іс-әрекетімен көрсетуге болады екен. Ендеше сол әдіс бойынша осы ноталарды айтып шығайық. Жарай ма? Менен кейін қайталаймыз. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Енді жіңішкелерді біз төмен қарай түсеміз, кетіп. До, Ал енді балалар, 49-ші беттегі екінші тапсырманы қараймыз. Ол жерде шығармашылық тапсырма берген екен. Екі топқа бөлініп, сәлем досым әнін жаңағы ойын ретінде айту керек болады. Ендеше бірінші қатардағы ноталарды қыздар айтады, екінші қатардағы ноталарды әндетіп ұлдар айтады. Жарай ма? Ал бірінші қыздар дайынбыз ба? Айтып көрейік. Сәлем досым, қалайсың? Тамаша қыздар, кән тағы да бір рет шапалақтау әдісімен айтайықшы. 1, 2, 3. Сәлем досым, қалайсың? Тамаша. Ұлдар, кәнке жауап берейік. Жағдайымыз қандай екен біздің? Ұлдар қайда екен? Кән мен жағынан неге тұрамыз? Bir қатарға тұрамыз. Мына жерге бір қатарға тұрамыз. Жақсы досым, бағдайын. Жақсы, рахмет. Отырыңдар. Қазір біз бірге ренжістік және достастық деген ойынды ойнаймыз. Сергіту сәтіне. Солай ғой? Бәріміз дайынбыз ба? Ал ендеше бірінші ережесі былай қараңдар. Ренжістік десек теріс қарап отырамыз. Ал достастық деген кезде бір-бірімізге қараймыз. Ал достасқан кезде қандай іс-әрекет жасауға болады? Қалай ойнаймыз? Көрсетіңізші. Осылай ойнауға екен. Достасқан кезде бір-бірімізді құшақтаймыз. Бір-бірімізді құшақтаймыз. Содан кейін тағы басымыздан сипауға болады. Бір-бірімізді бетімізден сүйуге болады. Бір-бірімізді бетімізден сүйуге болады. Және не істеуге болады? Сабаққа көмектесуге болады. Ренжіп қалдық. Ренжікші. Бір-бірімізге ренжіп қалдық. Қап деген ай. Достастық. Тағы да достасайықшы. Достасқан мұнай екен. Мінекей балалар, күнде біз бір-бірімізге қуаныш сыйлап, достық сыйлап, бір-бірімізге сондай жылы сөздер айтып. Дос қандай сөздер айтады, балалар? Достар бір-бірге қандай сөздер айтады? Досым, қалайсың? Жағдайың қалай? Неге мектепке келмейсің? Тамаша, тағы да. Қандай досқа қандай сөздер айтады? Мен сені сағындым. Келші ойнайықшы, тағы да? Сабақ жасайықшы. Ән айтайықшы. Кел бірге билейікші. Қандай тамаша. Достың болған жақсы екен, е? 100 теңгең болғанша 100 досың болсын дейді. Тағы дос туралы қандай мақал мәтелдер білеміз, балалар? Достық қымбат қазына. Тағы достық үйі ынтымақ пен бірліктің ұясы. Келісеміз ғой? Сендерге татуласқан ұнады ма? Не сезіндіңдер? Ренжіскен кезде қандай сезімдер? Ешкім жоқ. Көңіл күйіміз түсіп қалды, көңіл күйіміз түсіп қалды тағы? Ойнай алмай. Ал татуласқан кезде? Көңіліміз көтерілді, енді әрқашанда бір-бірімізбен дос болып жүру керек дейміз, Аузын ашатын да, жабатын да құралмын, бірақ бұл жерде музыка әлемін ашатын құралмын. Бұл жаңа біз салған не? Скрипка, кілті,
қазір осының арқасында біз қазір мына сәлем досым менің әнін не істейді екенбіз? Айтады екенбіз, иә? Сол кезде осы әннің ноталарының бәрі бізге қандай екен? Көмекке келеді екен. Бәріміз бірге әндетіп, осы әнді не істейміз? Үйренеді екенбіз. Бірге оқимыз, иә? Бірінші мәтінін оқып аламыз. Содан кейін жайлап айтып көреміз. Жарай ма? Қолды қоямыз кітапқа. Кәні бірінші қатардан бастап оқимыз. Асыр салып ойнап, бірге күліп жайнап, жүрек толқын осындай достарым бар айда. Енді осыны айтамыз. Бірінші топ. Қалған сөзін үйде үйреніп келмесіне. Жарай ма? Қазір біз бірінші әнді тыңдаймыз, жақсылап, иә? Ереже бойынша екі қолымызды былай қоямыз, мұқият тыңдаймыз. Өзіміз айтып береміз. Асыр салып ойнап, бірге күліп жайнап, жүрек тығын осындай достарым бар айда. Асыр салып ойнап, бірге күліп жайнап, жүрек тығын осындай достарым бар айда. Қазір біз осы әнді орындау барысында динамикалық белгілерді пайдаланып айтып көреміз. Жарай ма? Ендеше мен белгілерді көрсеткен кезде сендер сол белгілерді қаншалықты дұрыс түсіндіңдер, соны байқайық. Жарай ма? Кәнекей. Бірге айтамыз. Асыр салып ойнап, бірге күліп жайнап, достарым бар әлі. Асыр салып ойнап, бірге күліп жайнап, осындай достарым бар әлі. Тамаша, мынау қандай белгі екен? Қатты орындау, иә? Даусымызды шығарып. Ал мынау? Пиано дейді екен, және мынаны форте дейді екен, иә? Тамаша балалар. Шапалақтап қояйық. Сабағымыз аяқталуға шақ қалды, иә? Ендеше біз сабақты қорытындылай келе, мен бүгін не білдім? Бүгін мен не үйрендім? Мен үшін қандай тапсырма қиын болды? Балалар, біз сонымен сабақта не үйрендік? Не білдік? Форте деген динамикалық белгілерді ажыратуды үйрендік, иә? Және екі нотаны жаздық. Қандай нота? Ре нотасы және до нотасын не істедік? Жаздық, үйрендік. Және скрипка кілтін сызуды не істедік? Үйрендік. Қандай ән айттық? Қандай ән айттық? Дос туралы, иә? Сәлем досым менің әнін айттық, солай ғой? Иә, дос туралы әңгіме құрдық, иә? Және бүгін көптеген жұмыс атқардық, балалар. Тамаша. Мен сендерге өте ризамын, балалар. Бүгін сендерге міне көңілді ноталарды таратып бергім келіп отыр. Себебі бәрі белсенді сабаққа қатысып отырды. Мінекей саған нота. Шапалақ ұрып отырайық, балалар. Қандай тамаша. Еңбектеніп, бүгін бәріміз жұмыс істедік, ән айттық, жаздық, сыздық, иә? Қандай тамаша. Достар бір-біріне көңілдерін сыйлады, әдемі сөздерін айтты, иә?
бір-бірлеріне сондай жылу сыйлады. Ренжіскен бірақ ұнамады, достасқан ұнады. Қандай тамаша, бір-бірімізге көмек бердік, иә? Тамаша. Алады, алады. Жақсы. Кәнекей, бәріміз қазір осы ноталарды ұстап тұрып, қуанышты. Бәріміз былай қазір ноталарды көрсетейікші, қандай керемет. Өздері сондай әдемі, жақсы, қуанышты. Тамаша балалар.